Қазіргі уақыттағы ең өзекті мәселелердің бірі бұл үлкен бүлік деп айтуға болады. Бұған барлығымыз кінәліміз, өйткені жалаңаштанған әйел затын көрсек, асықпай қарап, лүпіл басамыз. Иә, алдыңыздан шығады, қарасаңыз 20-30 мың лүпіл тұрады. Ешқандай бір мағынасы жоқ видео, өзінің мүсінін көрсеткен, мүсінін көрсетіп билеген қарындас әпкелеріміз бар. Бұл істің ары қарай таралуына сіздің лүпіліңізде себебін тигізіп жатыр. Бұл біріншіден. Лүпіл дегенім лайк пен комментарийлерді айтып жатырмын. Лайк деген ол сіздің қолдауыңыз болып табылады. Және жартылай жалаңаштанған қыз баласы бұл іс-әрекетін дұрыс деп тануы мүмкін өзі. Бірақ ол бұл ісінің дұрыс екеніне ондаған дәлел алып келсе, өзінің ойларымен дұрыс еместігіне мыңдаған дәлел келтіруге болады. Діни тұрғыдан да, діни емес, былайша логикалық тұрғыдан ойлағанда да дұрыс еместігіне мыңдаған дәлел алып келуге болады. Мысалы, ол айтуы мүмкін, мен өзім білем, өзімнің денем. Қалай ашамын, не салсам да өзім білем. Бірақ Абай атамыз айтады, менікі деп жүргеніңнің бәрі оныкі. Яғни, Алланыкі, мүліктің бәрі Аллаға тән. Бізге берілген уақытша аманат барлығы. Бізде ештеңе жоқ. Бізге тиесілі ештеңе жоқ. Бұл жалғанда. Тағы мынадай бір сөздер бар. Менің көлігім дейсің, менің үйім дейсің, анау менікі, мынау менікі дейсің, өзің кімдіксің деген. Сәл ойланып көрсеңіздер болады осы тұрғыда. Және ол айтуы мүмкін, жартылай жалаңаштану арқылы мен көбірек ақша табамын деп. Өйткені жартылай жалаңаштану адамның, әсіресе еркектердің назарын аударады. Мен ол арқылы көптеген жарнамалар жасаймын деуі мүмкін. Бірақ адал түрде шабық жүру арқылы ризығын сізден де көп тауып жатқандар жетер, негізі көп. Ризық бұл байланып тұрған жоқ оған. Жалаңаштану, шешіну бұл өнер емес. Бұл ұятсыздық, арсыздық. Бауыржан Момышұлы атамыз айтады, намысты нанға сатпа деп. Арың ол сенің намысың. Және басты айта кететін мәселе, сен олай өзіңді жанамалама. Сен қымбатсың, бағалысың. Алла тағала адам баласын бәрінен ардақтап жаратқан. Сен зат емессің өзіңді жанамаға қоятын. Жұрттың алдына назарға түсіп, неше түрлі ауыр комментарийлер жазылады, мысалы оған. Ауыр сөздер жазылады. Не қажеті бар оның? Сен жарнамасыз-ақ сұлусың. Иә? Бүкіл адам баласы сұлу. Өйткені оның жаратушысы жалғыз Алла тағала. Әркімнің өзінің сұлулығы, тартымдылығы бар. Әрбір адамның. Сенен сұлу ешкім жоқ. Сен сондай бір жеңіл болма адамдарға. Жеңіл, барлығы көре беретін. Неше түрлі сөзді айта беретін. Әрбір адамның энергиясы болады. Ол сенің ертең ұрпағыңа, болашағыңа әсер етеді. Әркімнің назарына түсу, әркімнің назарын алу. Иә, сол құрметті әпке, қарындастарым, бұл кішігірім ғана бір сөздер, ескерту. Негізі насихат айтылып жатыр, көп айтылып жатыр, бірақ білмеймін. Бәрібір көбейіп бара жатыр бұл жалаңаштану. Түсіне алмадым. Алда Рамазан келе жатыр. Барлығыңызды шын жүректен құттықтаймын. Үлкен пайдалар алып қалайық. Жақсы жағынан өзгеруді Хақ Тағала баршамызға осы Рамазанда нәсіп етсін. Рахмет.